Сәлем қыздар, сіздермен бірге Төребек Әлия. Бүгін сіздерге осындай дәруменге бай, ерекше тағамның түрі балықтың асылу рецептімен бөлісемін. Осы тағамды үйлеріңізде істеп көрсеңіздер болады. Бізге алдымен керек заттар: балық, үлкен балықтың үлкені керек болады, майда балықтар жарамайды. Және де қыздар, балығымыздың майлы болғаны дұрыс, сонда тағамымыз майлы, дәмді болып шығады. Және де мұнда картоп, бір бас шуа, видеода көрсетілгендей етіп турап аламыз. Картоптарымызды осылай ірілеп қоямыз. Мұнда перец және сарымсақ. Сарымсақты да майдалап турап алдым. Қызанақтарды ортасынан бөлдім. Және сәбізді осылай үлкен 3 бөлікке бөліп қойдым. Енді кастрөлге суымызды қайнатамыз. Менде қыздар, суым қайнап тұр. Осы қайнап тұрған суға балықтарымызды саламыз алдымен. Қыздар, салқын су жарамайды. Суымыз қайнап тұруы тиіс. Енді осының үстіне жаңағы турап алған барлық заттарымыз саламыз. Шуаны, картоп, перец, қызанақ, сәбізімізді салып, татымына қарай тұзымызды саламыз. Сіздер өз қалауларыңызша тағы да дәмдеуіштер қоссаңыздар болады. Маған тек тұз ғана жарайды. Ендігі кезекте қамырымызды илейміз. Ұнымызға тұзды, 1 жұмыртқамызды, 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, жыл сумен қамырымызды бастырамыз. Қыздар, осындай ет тамақтың қамырына кішкене сұйық май қосып илесеңіздер, қамырларыңыз бір-біріне жабыспай, жылтырап, әдемі болып піседі. Осыны сіздер де жасап көріңіздер. Қыздар, мен каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазып кетіңіздер. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен бөлісемін. Міне қыздар, менде балығым қайнап жатыр. Енді астын басып, қатты қозғап араластыруға болмайды. Осылай бір-бір бет жағынан ғана. Тағы да бетін жауып 45 минут қайнатамыз. Ендігі кезекте жаңағы қамырымызды жайып дайындап қоямыз. Қыздар, қамырдың иіні қанып, шамалы 30 минуттай тұруы тиіс, илеген соң. Иіні қанған соң барып қамырымызды жаямыз. Осылай ұнның көмегімен, ұнды ондай көп те сеппейміз, өйткені қамырдың құрамында сұйық май болғандықтан ондай өзіне қатты жабыспайды. Міне, менде қамырым болды жайылып. Видеода көргендеріңіздей өте жұқа, қалың да болмайды, әдемі болып шықты. Енді қамырымыздың бетіне тұздықты дайындаймыз. Осылай орта көлемде 1 жуаны жіңішкелеп турап аламыз. Мен оған көк жуа қостым. Сіздер де өз қалауларыңызша көк жуа қоссаңыздар да болады. Осы балығымыздың сорпасынан алып, жаңа жуамыздың үстіне 2 ожау құйып, оны да қайнатамыз. Онда ұзақ қайнатпаймыз, шамалы 2-3 минут қана қайнатамыз, қыздар. 2-3 минут қайнап болған соң барып, үстіне көк жуамен кішкене асылған сәбіз қостым. Міне, менде қыздар 45 минут уақыт өтіп, балығым пісіп шықты. Енді осының барлығын сүзіп аламыз. Ішіндегі балықты, картоп, сәбізімізді барлығын сүзіп алып, осы суымызға жаңағы қамырларымызды бәрін біреулеп саламыз. Барлық қамырларымызды салып шығамыз. Менде 1 табаққа 1 күлше қамыр. Қамырларымызды салып болған соң, ожаумен бір араластырып, түбін бәрін қосқап бір араластырып, бетін жауып, қатты отта 10 минуттай қайнатамыз. Араластырып тұрамыз, бетін ашып, қыздар. Міне, менде қамырым пісіп шығып, барлық қамырларымды сүзіп алдым. Енді осы қамырым бетіне тұздығымды салып жатырмын. Көріп тұрғандарыңыздай қамырдың араларын ашып, тұздықтарды салып шықтым. Енді осы қамырымыздың бетіне жаңағы балықтарымызды орналастырамыз. Жиектеріне картоп, сәбіздерімізді қойып шығамыз.
осымен біздің тамағымыз дайын. Бұл үйдегілерге, балдарға, барлығына бұл тағам ұнары сөзсіз. Менімен бірге жасап көріңіздер. Қамыры да барлығы да өте дәмді ұшады. Және де балықты мұздатып салқындатып жесеңіздер өте күшті қыздар.